1990 жылы 25 қазан күні Қазақстанның тәуелсіздік декларациясы жарияланған болатын. Соған орай мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев биыл 25 қазанда сол біз тәуелсіздік декларациясын жариялаған күнді ұлттық мереке ретінде тойлауды ұсынған болатын. Сондықтан мына Астана қаласында осы мерекеге орай біз қазір 100-ден аса ірілі-ұсақты шараларды жоспарлап қойдық. Басым көпшілігі міне өтіп жатыр. Соның ішінде бүгін мына Достық үйінде біз осында үлкен деңгейде дөңгелек үстел өткізіп, конференция жасап, іс-шара өткізіп жатырмыз. Негізгі мақсаты мен мәні мынау мерекелік ұлттық жаңағыдай мерекенің мәнін, мақсатын жастарға, өскелең ұрпақтарға түсіндіру. 1990 жылы 25 қазанда егемендік туралы декларацияның қабылданып еді. Қазақ өзінің еркіндігін сезінді, жеке мемлекет құруға мүмкіндігін барын сезе бастады. Міне соның бәрі шынында қоғамдық санаға, адамның ой өрісіне жақсы сондай бір бағыт берді деп айтуға болады. Сондықтан да бұл 25 қазанда 90 жылға басталған біз тәуелсіздіктің бастауы деп айтуға толығымыз хақымыз бар. Грядущий праздник символизирует наш суверенитет, наличие нашей независимости. Я хотела бы отметить, что этот праздник является национальным праздником. Я бы хотела, чтобы мы сохранили это и передали вот эту нашу идентичность